Қайырлы күн, қымбатты арулар, сіздермен сәнді болудың құпиясын білетін Wow Trend бағдарламасы. Бүгінгі шығарылым қызықты болмақ. Неге десеңіз, сән әлеміндегі жаңа мамандық мерчендайзер туралы сөйлесеміз. Бүгін стилист мерчендайзер Гүлбақыт Қоныспайдың жұмысымен бірге танысамыз. Гүлбақыт ханым, қайырлы күн. Қайырлы күн. Сән әлеміне енген жаңа мамандық туралы, яғни фэшн мерчендайзер дегеніміз кім? Сол туралы айтып берсеңіз. Мерчендайзер дегеніміз, ол бізде, яғни сату бөлімі торговый залды тұтынушыларға арнап өте ыңғайлы және оны дұрыс реттеуші, оны заттарды, тауарларды сәнді өзінің стилінде, яғни өзінің ерекшелігін көрсету арқылы қоюшы болып табылады. Және мерчендайзер ол негізі өте ертеде басталған, яғни ерте кезде адамдар бір-бірінің тілін түсінбеген кезде олар яғни өз тауарларын сәнді, әдемі етіп көрсету арқылы өзге елдің адамдарына өз тауарларын сатқан. Сондықтан мерчендайзер мамандығы ол негізі өте ертеде басталған. Қазіргі таңда ол яғни өте жақсы дамып, одан әрі жақсы бағаланып келе жатыр. Енді ғана сұранысқа ие болып жатыр дейсіз ғой бұл мамандық? Біздің Қазақстанда енді сұранысқа ие болып жатыр, бірақ Европа сияқты шет елдерде өте жақсы үлкен құрметпен өте жақсы бағаланады және өте жақсы дамыған. Дәл осы мамандық біздің елімізде жоғарғы оқу орындарында оқытыла ма? Өкінішке орай қазіргі таңда оқытылмайды, мүмкін болашақта ену мүмкін шығар. Бірақ Европа елдерінде қаншалықты білетінім бойынша белгілі бір фэшн институттарда оқытылып, арнайы диплом беріліп, яғни толыққанды мамандық болып саналады. Ал Қазақстанда бізде белгілі бір мерчендайзерлер өздері оқытып, бір-бірін көмектесу арқылы дамып жатыр қазіргі таңда. Яғни елімізде дәл осы саланы игеру үшін арнайы бір курстардан оқып, мерчендайзерлер бір-біріне көрсетіп, практика жүзінде тәжірибе жинайды ғой. Иә, дұрыс айтасыз. Ал дәл осы мамандықтың ерекшелігі неде? Бұл мамандық өте ерекше болып табылады, себебі бұл мамандықта сіз тек қана шығармашылық жағыңызды қолданбайсыз. Сіз жұмыс барысында, яғни процесс кезінде сіз өзіңіздің шығармашылығыңызды қолданасыз, сонымен қатар аналитикалық ойлау жағыңызды қолданасыз, яғни клиенттің ойлау логикасымен, тауарлардың өту қарқындығын, оның сапасын, сәнін барлығын зерттеу арқылы осы шығармашылығыңызды қосып, екеуін бірге, яғни жұп етіп жасап отыру арқылы жұмыс жасайсыз. Жаңа өзіңіздің сөзіңізді айтып өттіңіз, иә? Еуропа елдерінде дәл осы мамандық сұранысқа ие, яғни жақсы дамып кеткен, кез келген дүкеннің өзінің бір мерчендайзері болады, иә? Ал біздің елімізде бұл енді ғана сұранысқа ие болып жатыр, иә? Дәл осы мамандық қаншалықты қажет біздің елімізге? Бұл мамандық өте қажет болып саналады. Кез келген бизнес түріне қажет. Ол тек қана киімге емес, мерчендайзер тамақ дүкенінде де бар, аксессуарлар дүкенінде де бар, киім дүкен, яғни барлық салада ол рөл ойнайды. Яғни продажа дейміз ғой, сатудың негізгі 60-70%-ын осы дұрыс орналастыру, мерчендайзинг жасау рөлін атқарады. Яғни осы дұрыс жасалған кезде сіздің сатуыңыз, яғни сату көрсеткіштеріңіз 70%-ға дейін өсуі мүмкін. Сол себепті бұл өте маңызды болып табылады. Яғни мерчендайзинг жасау арқылы сіз әр апта сайын ауыстырып, манекендерді киіндіріп, яғни сіздің тұтынушыларыңызға өзіңіздің ерекшеліктеріңізді көрсетесіз, киім үлгілеріңізді әрқашан, яғни ассортиментіңіздің барлығын зерттеп өзіңіз біліп отырасыз. Енді елімізге бұл жақын аралықта ғана келген сала, мамандық, иә? Осыған дейін де, мысалы, дүкендерде сауда-саттық жұмыстары жақсы жүріп отырды, иә? Бірақ мерчендайзер болған жоқ. Ал дәл осы мерчендайзерлер елімізге келіп, осы сала қарқынды дамып оқытылғаннан кейін не өзгерді? Қазір бизнесті жүргізу негізі өте жақсы қарқынды дамып өзгеріп келе жатыр. Егер бұрында біздің мамаларымыздың кезінде киімдер барлығы бір-бірден ілініп, неше түрлі түсте тек ілетін жер болса, болатын болса, ал қазір адамдар өздері таза, әдемі орналасқан, әдемі көрінген киімдерді киіп көргісі келеді, соларды алғысы келеді. Сол себепті тұтынушылардың, яғни қалауы бойынша бұл бизнестің дамуына, яғни көп септігін тигізетін мерчендайзингте дамып келе жатыр. Гүлбақыт ханым, егер құпия болмаса, фэшн мерчендайзерлардың орташа жалақысы қандай?
әрбір мерчендайзердің жалақысы өзіне тікелей байланысты. Ол сіздің тәжірибеңізге, қаншалықты жұмыс жасау белсенділігіңізге, сіздің жұмыстарыңызға, яғни портфолиоңызға байланысты болып келеді. Бірақ кем дегенде сіздің қазіргі таңда олардың айлықтары 200-300 мыңның айналасында болып келеді. Киімдерді орналастырып витрина қою кезінде қандай да бір қиындықтар туындай ма? Иә, көптеген қиындықтар туындайды. Яғни көбісіне бұл визуальный мерчендайзинг дегеніміз тек түспен, әдемілеп қою сияқты көрінеді, бәрі оңай. Бірақ негізгі бұл мамандықтың ішіне ене келе, сіз тек қана түстермен жұмыс жасамайсыз, сіз яғни орысша айтқанда капсульная развеска жасайсыз. Келген жаңа түсілімдегі тауардың қаншалықты мөлшерде, қандай размерде, қандай сапада келген, соның барлығын анықтап отырып, сіз зал бойынша оларды әдемі орналастыру, реттестіру, стиль жағынан бөлуіңіз қажет. Соның барлығын жасай отырып, сіз капсула жинау қажет боласыз. Әрбір оборудованиенің дұрыс жұмыс жасауына ықпал етуіңіз керек болады. Мысалға, мына жерде қарайтын болсақ, бұл оборудованиеде біз капсульная развязка жинаған болатынбыз, яғни ол алдын ала біз оборудованиенің белгілі бір формуласы бойынша вместимость, яғни қаншалықты киім сиятындығын есептеп алуымыз қажет. Анықтап аласыз ғой, яғни. Анықтап аласыз. Содан кейін бұл жерге жинап бастайсыз белгілі бір ережелерге сай. Мысалға, сырт киімдер, олар ең басында немесе ең соңында тұру қажет деген сияқты сол ережелерді қолдана отырып, ұзындықтары бойынша олар бірдей, яғни пропорционалды болу қажет. Визуально, яғни оның барлығы бір тәтті конфетка сияқты көріну қажет деп жинастырамыз. Яғни мысалға, мына жерде сырт киім, тренч, одан кейін шалбар бізде карго, оған сәйкес келетін мысалға футболка, шалбарға альтернатива бізде юбка, онымен сәйкес келетін мысалға боди, қазіргі сән үлгісіне сай. Бұл мысалға бодиге альтернатива болып келетін тағы бір вариант ретінде мысалға жеңіл водолазка, бұл карго шалбардың мысалға басқа түстегі түрі, яғни одан кейін тағы сетка деп бірнеше түрлі киімдерді бір-бірімен сәйкестендіру арқылы жинаймыз. Яғни бұл капсулада тек қана бұл екі зат бір-бірімен сәйкес келмейді. Бұл жерде барлық зат бір-бірімен сәйкес киюге болатындай етіп гардеробты жинақтайды. Гүлбахар ханым, мерчендайзердің, яғни мына сіздің жұмысыңыз қалай басталып, немен өрбейтінін айтып берсеңіз? Біз ең алдымен белгілі бір магазинге арналған графиктер болады. Келетін күндері алдын ала ол магазиннің ішін анықтап аласыз, өзіңізге план құрып аласыз. Одан кейін жаймендеп тауарлармен танысып, олардың сапасын, стиль жағынан бөліп, барлығын ретке келтіріп, әрбір оборудованиені бірінен соң бірін, яғни горячая зона, холодная зона деп барлығыны рет-ретімен жинастырып шығумен аяқталатын болады. Жаңа горячая және холодная зона деп жатсыз, бұл қандай зоналар екен, нақтылап өтесіз бе? Горячая зона дегеніміз ол всегда магазинге кірген уақытта входная зона болып саналады. Кіреберіс, яғни. Кіреберістегі орналасқан оборудованиялардың барлығы горячая зона. Одан кейін теплая зона ол екінші второстепенный оборудованиялар болып саналады, яғни өтімі жақсы өтеді, бірақ ол екінші орындағы оборудование, және холодная зона ол бізде арт жақтағы залдың соңғы түп жағындағы орналасқан оборудованиялар. Оларда заттар көбінесе базовый заттар жинаймыз, яғни сезонный деп атайды ғой, сондай заттарды жинастырып сол жерде көрсетіледі. Витринадағы киім үлгілерін қаншалықты жиі жаңартып, орындарын ауыстырып тұру қажет? Витрина ол сізде сатушыларыңыздан бірінші сататын сатушы болып табылады. Яғни ол жердегі киімдер, образдар барынша клиенттердің, яғни тұтынушылардың қалауынша сіздің целевой аудиторияңызға арналған болу қажет. Және витринаны аптасына бір рет, яғни манекендерді аптасына бір рет киімдерін ауыстырып, жаңа образдар киіндірген жөн. Мысалға, мына жерде қарайтын болсақ, екі бізде мысал келтіріліп тұр. Біріншісінде бізде тек қана көйлек пен сырт киім көрсетілген. Және көйлек ол кешкі стильде, кешкі жағы
отырыстарға арналған стильде жасалған, ал сырт киімі ол более casual стильде жасалған. Сол себепті бұл жерде екеуі шамалы үйлесім таба алмай тұр. Ал мына образда бұл бізде толыққанды, яғни casual стиліндегі киім. Бұл жерде яғни барлық детальдарын кәдімгі өмірде адамдар киетіндей етіп көрсетілген, яғни олар барлынша адамға өте ыңғайлы, сәнді көрінетін образ болып жинақталып тұр. Сол себепті осылай киіндірген дұрыс болып есептеледі. Яғни өзара бір үйлесімділік бар ғой, үйлесімділік болу қажет, иә. Яғни дәл осы алғашқы үлгі бұл дүкен сатушылардың өздерінің құрастырған үлгісі, ал екінші үлгі бұл сіздің, яғни мерчендайзерлардың жұмысы, иә? Яғни кез келген сатып алушы дүкенге кірген кезде ең әуелі оның назары осы манекендерге түседі, иә? Манекендағы киімдер қаншалықты әдемі, өзара бір-бірімен үйлесімді болса, соншалықты сіздің саудаңыз тез әрі үлкен мөлшерде жүретін болады. Ал қымбатты көрермен, бүгін стилист мерчендайзер Гүлбақыт Қоныспаймен жаңа мамандық жайлы қызықты ақпаратпен таныс болдық. Киім дүкендеріне барған сәтте қандай нәрсеге назар аудару керегінде білдік. Сондай-ақ сәнге ерекше қызығушылық танытатын арулар үшін мерчендайзер керемет мамандықтың бірі екенін айта кеткіміз келіп отыр. Бүгінгі тақырып қызықты болды деген үмітпен келесі бағдарламаға дейін қоштасамын. Сәнді болыңыз.